Саламатсыздар, құрметті партнерлар. Кім осы Судоку компания перспективный биотехнология туралы сіздерге толық ақпарат береді. Егер де компания туралы айтатын болсақ, перспективный биотехнология будущего Судоку деген бұл продукцияның аты негізінде. Компанияның аты осындай. Компания негізінде 1966 жылы бұл құрылған үлкен корпорация. Бұны основателі бар, жаңағыдай биотехнология бойынша жүрген. 2021 жылдан бастап осы компанияның продукциясы сетевой маркетингпен жүрген. Сол үшін компанияны біз өстіп айтамыз. Бұның тарихы өте үлкен. Егер де чат GPT-ге салып перспективный биотехнология будущее жазсаңыздар, толық 60 жылдан осы күнге дейін бұл Қытайда бірнеше үлкен государственный наградалар алған. Мына R деген мынаны бекер жазып қойған жоқпын, себебі біздің любой продукцияда осындай знак бар. Бұл дегені продукция полностью сертификация істелінген, и бұл заңды түрде именно Қытай елінде, басқа елге де осындай именно знак бар. Бұл дегені продукция толық сертификат, рұқсат алынған деген сөз. Егер де толық ақпаратты Google-дан любой интернет тауып алсаңыздар болады. Енді давайте Судоку компаниясында тіркеліп жұмыс жасау үшін бізде осындай 3 пакет бар. V0 деген не? 30 000 теңгеге сіз тіркелесіз, клиент боласыз. Клиент маркетинг планда қатыспайды, бірақ клиентке 50% скидка бір продукцияны таңдап аласыз. Енді екінші пакет бар, бізде 300 000-ға сіз полноценный партнер болып, бүкіл маркетингтен ақша табуға мүмкіндік береді. Бұл жерде сізге 14 продукция. Бұл 10 продукцияны аласыз, и 4 продукцияны компания сізге сыйлық қып береді. Бұл дегені сізге 300 000-ға 420 000 теңгенің продукциясы береді. Қандай продукция деген кезде бізде мына для здоровья бар негізінде, одан кейін детская линейка бар, одан кейін бізде мыломойка бар. В общем, 200 наименование товар бар. Сол үшін біздің күнделік өмірімізге не қажет, соның бәрі сізге ол жаңа 50% скидка беріледі. Және тағы мынандай бізде VIP пакет бар. Бұл дегені 1 200 000 теңге, 62 продукция и 4 бизнес орын береді. Бұл туралы мен сіздерге кейінірек айтып беремін. Біздің компанияның маркетинг план бойынша бізде 7 түрлі табыс көзі бар. Біріншісі бізде реферальный бонус 35%-тен 70%-ке дейін береді. Соны мен қазір қысқаша түсіндіріп беремін. Сіз өзіңіз 300 000-ға тіркелген кезде сіз V1 боласыз, сіздің реферальный бонусыңыз 15%. Мына жерде мен сізге көрсетіп кетейін. Міне өзіңіз тіркелдіңіз V1-ге 300 000-ға, бір адамды V1-ге 300 000-ға шақырған кезде сізге компания осының 15%-ін төлейді. Бұл деген 45 000 теңге деген сөз. 45 000 теңгеңізді реферальный бонус аласыз. Енді мына 35 дегеніміз не? Мынаған сізге компания плюс 20%-тік продукциямен береді. Бұл дегені уже 60 000 теңгенің сізге продукциясын аласыз. Сонда қараңыздар, 105 000 теңгенің продукт несін алып тұрсыз ақшасын, 60 000 теңгені компания продукциямен береді, 45 000 теңгені сізге ақшалай береді. Енді мысалы сіз V7-ге көтерілдіңіз дейік, V7-де сіз 50% аласыз, 50%. Сонда бір V1-ді шақырдыңыз, V1-ге тіркелді сізге, V1. Сол кезде сіз 50% рефералды. Бұл дегені 150 000 теңге аласыз. 150 000 теңге. Көрдіңіз бе? Сіздің статусын жоғарған сайын, и плюс осыған 60 000 теңгенің продукциясын аласыз. Сонда 210 000 теңгенің бұл айтқанда нәрсесін алып тұрсыз. Міне, примерно реферальный бонус осылай түседі. 15 плюс 20, 35, 50 плюс 20, 70 дегеніміз осы. Ал келесі бонус бізде командный бонус. Бұл жерде 5%-дан 35%-ға дейін аласыз. То есть бесконечно, то есть анау нешінші глубинаға болсын. Міне қазір мен мысалы өзіңіз V7 болдыңыз, сіз 50%-ке шықтыңыз, командаңызда лишнигіңіз мысалы айтайық V6-ға шықты. Мына жақтан біреу V5-ке шықты. Міне мына жерде сізде уже 45%-ке шықты ғой мына адам, 45% рефералка. А мынау 40 мысалы ретінде.
Сонда мына V6-ның бүкіл командасында там 50-60-100 болса да, соның мына жерден сіз соның 5% разницасын алып тұрасыз. Ал егерде V5 болатын болса, мынадан 10% бүкіл бесконечный глубина қаншадан тіркеліп жатса да, соның разницасын 10%-ның разницасын алып тұрасыз. Міне осындай бізде именно командный бонус осылай төленеді. Ал келесі бонус бізде чека, матчинг бонус деп айтылады. Бұл жерде маңызды компрессия бар. Қай глубинадан шықса да, міне бұл жерде бірінші уровеньнен 10, екінші уровеньнен 10% алады. Мысалы, сіз өзіңіз мына жерде айтайық, V6-ға шықтыңыз, V6-ға, вот, сіздің командаңыздан немесе переливпен келген адам, глубинадан тағы бір адам V6-ға шықты. Бұның разницасын сіз ала алмайсыз ғой. Міне осы кезде чека 10% жаңағыдай сізге беріледі. Мына екеуі теңдескен кезде. Мынаның бүкіл тапқан табысынан 10%. Енді бұның глубинасына тағы біреу V6 болып шығатын болса, бұл сіздің екінші, мынау бірінші уровень, мынау екінші уровень саналады. Бұл жерде қатарластық V6-лар 5-6 болуы мүмкін, мына жақта 5-6 болуы мүмкін. Сол кезде мына адам, бірінші линия, мынау екінші линия саналады. Мынадан да сіз 10% аласыз. Міне өстіп, теңдескен кезде сіз чека аласыз. Ал енді, мысалы, бізді қазір мен теңдескенін айттым ғой сіздерге, мысалы, теңдескен кезде мынадан чека аласыз деп. Ал егерде мына адам озып кетіп сізден V7 болып кетті дейік, глубинаңызда. Сонда мына адам емес, бұның астында тағы V6-лар шықты дейік, V6-лар. Сонда автомат түрінде мына адам озып кеткеннің глубинасынан шыққан V6-лардан сіз уже 10% аласыз. Бұлардан қатарынан тағы неше мүмкін. Сол сияқты мынаның астында да қанша V6 тұр, содан сіз чека автомат түрінде. Озып кеткен жағдайда оның глубинасынан автомат түрде чека түсе береді сізге. Ал келесі бонус бізде автобонус. Бұның өзі шарттары бар. Негізінде бізде маркетинг бойынша екі веткамен ақша табуға мүмкіндік бар негізінде. Екі веткамен. Бүкіл табыстарды ала бересіз. Бірақ автобонус үшін компанияның шарты бар, 3 ветка болу керек. 3 личныйыңыз болу керек. Сонда бүкіл командаңыздың объемы товар обороты 150 миллион. Мында 150 миллион мында и 150 миллион мына веткаңызда. Мына жерден 4-ші, 5-ші веткалар болып кете береді, бірақ мына 2-3-еуінде суммарно жаңағыдай 450 миллион болу керек. Бірақ мына 2 веткадан. То есть, былай айтқанда өстіп сіз автомобильні бұл үшін ешқандай шарт жоқ, уақыт шектелмеген, 1 жылда ма, 2 жылда ма, 3 жылда ма объем жинасаңыз, 15 миллион теңгені компания сізге немесе 30 мың долларды береді. Ал енді мен сіздерге мына 1.200.000 теңгелік пакет туралы, бұның ерекшелік туралы айтып беремін. 1.200.000-ға сіз 62 продукция аласыз, және компания сізге 4 орын береді, активный 4 орын сізге жұмыс жасайды. И мына жақтан реферальный бонусты өз-өзіңізге түседі, мына жақтан ақшасын аласыз, және мына жақтан 45-60 мың теңге аласыз. Бірақ соған қоса компания тағы 9 орын сізге қосып береді. 9 орын. Жалпы сізде 13 орын болады. Бірақ активный мына 4-еу ғана 1.200.000. И сіз командаңызды, бірінші командаңыз, екінші команда, үшінші командаңызды 10-ші, 11-ші, 12-ші орынның астына құрасыз. Сол кезде 150 миллион осы 3 веткадан жиналған кезде, сол кезде мына веткаңыз, мына аккаунтыңыз сіздің автомобиль алады, автомобиль. Сөйтіп, енді мына жаққа кейін веткалар құрған кезде, мына аккаунтыңыз автомобиль. Мына бір веткаңыз дайын тұрады, 150 миллион. И мына жерге 2 ветка құрып, мына жерден тағы мыналар 150 миллион істеген кезде, мына веткаңыз сіздің мына аккаунтыңыз автомобиль алады. Сөйтіп, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 6 жылдың ішінде, мына бүкіл сіздің мына веткаларды активировать етесіз 300 мыңнан. Бұларға да ақша түседі, бұлар да статус көтеріледі. Сөйтіп, сіз 12-13 орыннан ақша тауып, және осы жерден 13 автомобиль алуға мүмкіндігі бар. Ал енді мына біздің компанияда міндетті түрде активация жоқ. Негізінде повторный покупка. Бірақ бізде 50%
скидка бергендіктен және товардың несі наименованиясы көп болғандықтан адамдар бізден товар өзіміз сатып аламыз и командамыз сатып алады. Қалай болады? Мысалы ретінде 10 мың, 20 мың теңге тұратын товарды 10 мың теңгеге алдыңыз. Соның 50%-і 5 мың теңгесі сіздің командный товарооборотыңыз кетеді. Рангыңыз көтерілуде. Екіншісі, оның 50%-і сіздің рангыңызға сәйкес проценті сізге қайтып келеді. Мысалы ретінде сіз V3-сіз. V3 30%-і тұр. 30%. Мына 10 мың теңге покупка жасаған кезіңізде 5 мың теңгенің 30%-і бұл деген 1,5 мың теңгесі сізге қайтадан ақша болып қайтып келеді ол нәрсе. Енді сіздің үстіңізде тұр V4, мысалы төбеңізде. Ол 35%, оның разницасын 5%-ін алады. На жерде V5 ол да разницасын алады. Сөйтіп, бүкіл жаңағыдай командный бонус сияқты бәрі жаңа разницасын алады. Бұл жерде біз бұны пассивный доход, даже сіздің командаңыз жұмыс істемей қалса да, олар ертең товар алып тұрса, сізге үлкен доход түседі. Енді 30 мың теңгеге тіркелген партнерларыңыз бар. Олар маркетингте қатыспайды. Бірақ олар товар алып тұр өздеріне. Шампунь алып тұр, ана-мұна заттар алып тұрады. Солардың возвраттары именно өстіп, қайтадан ол өзіне түспейді ол ақша. Сол үшін бізге личниктерді былай 30 мың теңгеліктер тіркеген көп адамдардың барлық ақшалар, мына ақша бізге қайтып тұрады. Ал енді келесі біздің бонус, бұл лидерский бонус деген бар. Өзіңіз V7 болып, командаңыздан переливтен түскен адам болса да, глубинадан V7-лер шығады ғой, оң жақтан, сол жақтан. Сол кезде сізге компания директор деген сізге ранг береді. Сіз бүкіл командный товарообороттан 2% ақша аласыз апта сайын. Енді өзіңіздің сол глубинаңыздан 3 директор, мынандай директорлар шыққан кезде сізге тағы 2% командный товарооборот қосылады. Енді акционер болу үшін мынандайдан вице-директордан 3-еу шығу керек. 3 вице-директор болған кезде сізге тағы 1% қосылады. Сонда сіз 5% командный товарообороттан апта сайын ақша алып отырасыз. Ал біздің соңғы бонусымыз 7, бұл уже путешествие, саяхат. V5-ке шыққан кезіңізде Китай бойынша жылына 3 рет саяхат береді. V6 болғанда Юго-Восточный Азияға 3 рет, и V7-ге шыққан кезде Европа бойынша 3 рет жылына саяхатқа шығуға болады. Ал енді мына біздің компанияның ерекшелік жақтарын айтып берейін. Біріншіден бізде активация, пролонгация жоқ. Ай сайын бір нәрсені сатып алу керек, міндетті түрде. Сатып алмасаңдар осындай бұғатталады, немесе бонус түспейді деген түсінік жоқ. Аласыз ба, алмайсыз ба, оны өзіңіз білесіз. Екіншіден бізде привязка к личникам дегені жеке шаққан адамды өсіру деген жоқ. То есть мына жағынан бір личник болу керек, мына жақтан бір личник болу керек деген ондай түсінік жоқ. Үшіншіден бізде ешқандай балдар күймейді. То есть барлық жиналған балдар переливпен түсті ма, активация жасағандар балдарыңыз, өзіңіздің команды бонустың бәрі жиналып, накопительно сіздің рангыңыз өсуіне осы жаңағыдай көмектеседі. Сгорание жоқ. Енді барлық балдар жиналуға ешқандай уақыт шектеу қоймаған. Мысалы, автобонус болсын, басқа бонустар болсын, бұл жерде ешқандай бір айдың ішінде, бір жылдың ішінде деген түсінік жоқ. Және бізде сату, продажа деген жоқ. Көп компанияларда сатып бал жинайды. Алып сатарлық жоқ. Тек қана өзіңіз керек затын сатып аласыз, соны қолданады. То есть бізде барып пакетке салып сатып алу жоқ. Бұл дегені именно ограничение по выплатам жоқ. Бұл дегені именно мынандай рангта осында ғана ақша беріледі, осынша миллион ғана аласың деген жоқ. Қанша таптыңыз ба, 100 миллион, 500 миллион, 1 миллиард ақша тапсаңыз да, бұл жерде именно бізде шектеу қойылмаған. Және подтверждение ранга. Рангты бізде мысалы осындай объемды істердің ай сайын немесе 3 айда бір рет осында жаңағыдай осындай балды істеп тұру керек, болмаса күйіп кетеді деген түсінік жоқ. Және бір аяқтан да ақша табуға мүмкіндік беріледі. Бір аяқтан да. Мысалы, бинарда білесіздер, теңгесі болмаса ақша таба алмайсыз. Немесе бинарда
мал веткада объем болса ғана чека түседі. А бұл жерде чека бір аяғыңыз кетіп бара жатса да бір аяқпен ақша табуға болады. Және бізде перелив бар, перелив деген нәрсе бар. Линейный маркетингтерде ешқашан перелив болмайды. А бұл жерде сіз жеке шаққан адамыңызды слабый веткаңызға қойып өзіңіз, сол сіздің бүкіл объемыңыз өзіңізге де командаңызға да саналады. Және компрессия бар. Компрессия дегеніміз, егер де глубинаңыздан V6, V5-тер шығып жатса, ол сізге как ранг өсіруіне көмектеседі. Компрессия деген өте керемет нәрсе. Және компания туралы айтатын болсақ, бұл эксклюзивный патентованный продукт. Міне мынандай сертификаты бар дедік қой, бүкіл ішкі Қытай қолданатын. Және бүкіл сертификаттары бар. Және Қытай елінің үлкен өзінің айтқанда грамоталары және патенттері бар. Және собственный завод на запатентованном оборудовании. Даже оборудованияның өзіне патент алған компания. Сол үшін компанияның осындай мықты оборудованиядан біздің продукциясы бар. Енді егерде негіз құж основатель туралы айтатын болсақ, бұл өзі университет бітіріп, ученый биолог 66 жылдан бері осындай биотехнологияны зерттейтін профессор. Бұны тек қана Қытайда емес, шет елдерде де бұл өте танымал адам болып білінеді. Және мына жерде енді собственный территориясы бар, 35 гектар жері бар. Ол жерде неше түрлі арасан ресторандар, 5000 адам өткізетін конференц залдары бар. Сол жерде адамдар өзіне үй құрып берген жилой комплекстері бар. Бұл жердегі мына территория дүние жүзінде Япониядан кейінгі тұратын по величине. Бұл жерде өте оздоровительный комплекс, демалатын орындардың бәрі осы компанияның қол астында. Сол үшін мына маркетинг план және компания былай айтсақ болады, қазір Қытайдан номер 1 болып тұр деп статистика бойынша сондай. Сол үшін осындай ерекшеліктері бар. Тағы айта кететін бір ең маңызды нәрсе бар, себебі сетевой компаниялардың көбінде мына біздің ақшамыз жеп қояды PV, CV мен. То есть, бұл жерде ешқандай PV де жоқ, CV де жоқ. Бүкіл бонустар сіз кірген, төлеген ақшадан процент беріледі. Міне осы біз үшін, сіз үшін өте маңызды.